Бисмилля, Алла тағалаға мақтау мадақ болсын. Мұхаммед пайғамбарымызға Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Алла тағала елімізге амандық, жұртымызға тыныштық, әрбір күнімізге сәттілік, берекет берсін. Алла тағаланың жаратқан бір ережесі бар. Ол әрбір жаратылыс жұп боп жаратылды. Қазақта сөз бар, жалғыздық ол тек Аллаға лайық дейді. Сол себептен отбасылық шаңырақ құру үлкен бір нығмет. Алла тағала қасиетті Құранның қаншама жерінде үйленіп отбасы болу жайлы айтқан. Соның бірі мына бір аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим Ва анкихул айяма минкум. Іштеріңіздегі бойдақ болғандарды үйлендіріңдер дейді. Яғни үй болу, шаңырақ көтеру, отбасы құру бұл үлкен нығмет. Өкінішке қарай күнімізде ажырасу өте көп болып жатыр. Сол ажырасудың негізгі себептері екі бағыт. Біріншісі ұлттық құндылықтарға қабылдамай, ұлттық құндылықтардан аттап өтіп кету. Екінші себеп болса ол дін исламның құндылығы. Яғни исламның бізге қойған құндылықтарынан бағынбай, одан аттап өтіп кету. Осы ажырасуға апарып жатқан негізгі себептер. Мысалға, ислами құндылықтың бірі ол Алла тағала ер кісіге үйдің, отбасының, бала шағаның материалдық жағдайын жасау бекіткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ер адам отбасына бақташы және де отбасынан сұралады деген. Сол себептен ер кісінің мойнында үйдің материалдық жағдайын жасау, жұмыс жасау, тіпті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең еріншек адамның өзіне құрғаған ағашты кесіп, отын қылып сатуды үйреткен. Сол себептен ер кісі жұмыссыз жүруі ол үлкен қасіреттің бірі. Алла тағала ол қасіреттен сақтасын. Және екінші исламның құндылықтарының бірі ол тыйым салған нәрселері. Мысалға, маскүнемдік, нашақорлық, құмар ойынға кіріп кету, ұрлық жасау, бұл дін исламның тыйым салған нәрсесі. Сол себептен егер отбасыдағы ер кісі маскүнем болып, немесе осындай зиянды әдеттерден өзін тазаламайтын болса, құмар ойынға бел шетінен батып, соған кіріп кеткен болса, тапқан нәрсесі ұрлықпен жасай алатын болса, ол жерде береке болмайды. Ол шаңырақ көпке бармай ажырасуға апарады. Сол себептен біз ислам дінінің құндылығына мән беруіміз керек. Ұрлықтың түбі қорлық деп бекер айтпаған. Құмар ойынды Алла тағала бекерге тыйым салмаған. Оның үлкен дерті көтерген шаңырақты бұзып апаруға, ажырасуға апаратын нәрсе. Алла тағала ақыл, ой, парасат, хидаят берсін. Ол қате жолда жүргендеріміз. Енді екінші бағыт ол ұлттық құндылық. Біз қазақ болып жаратылғаннан кейін біздің көргеніміз қазақилық тәрбие. Сол себептен батыстың мәдениетіне қаншалықты біз еліктесек те, біз батыстағыдай болып кете алмаймыз. Өйткені біздің жегеніміз, көргеніміз, біздің қанымыз, ол ұлттық құндылығымыз, ол басқа. Сол үшін қазақта тең-теңімен деген сөз бар. Біз өзіміздің теңімізді тапқаннан кейін ол шаңырақта берекет болады. Және одан кейін ажырасудың бір себебі перзент сүйе алмай, ол шаңырақ көпке бармай ажырасып жатады. Біздің қазақ даласында отбасы құрғаннан кейін, бірнеше жылдан кейін үйдегі ата, апа немере сүйіп, оны искеу керек. Оның қызығын көру керек. Сол себептен перзент сүйе алмаған жағдай ажырасуға апаратыны сөзсіз. Сол себепті қыз, жігіттер денсаулыққа мұқият мән беру керек. Жатырды қыздар
суықтатпай қалың киініп жүру керек. Ашық шашық ол Алланың тыйым салған киімі. Денің сау болса, ары қарай өміріңде де берекет болады. Және одан кейін Алла тағаланың бір ережесі бар. Таза ер мен таза қызға бір-біріне пәктікті береді. Сол үшін жігіттер пәк болып, намысыңды сақтап жүрсең, Алла да саған пәк болған жар нәсіп етеді. Сол себептен зинадан, күнәдан ер жігіттер, қыз балдар сақ болу керек. Ислам құндылығынан аттамай, ұлттық құндылығымызға берік болсақ, ол жерде ажырасу болмайды. Алла тағала әрбір шаңыраққа құт береке берсін, шаңырақтары әрқашанда берік болсын. Аумин.